Сәлем, достар. Бүгін менің өмірімдегі ең бақытты күн. Мен Брукхейвендегі ең крутой, ең әдемі қызғылт үйді сатып алдым. Қараңдаршы, қандай күшті. Мұнда тіпті аулада үлкен батут та бар. Оппа. Нағыз қыздардың жұмағы ғой. Қазір үйдің ішіне кіріп бөлмелерді сәндеу керек. Ал қазір үйдің алдындағы батутты көрсететін боламын. Мама мия. Бұл не ғажайып. Мен Брукхейвенде талай қылмыскерді көрдім, бірақ мынадай сұлуды бірінші рет көріп тұрмын. Оның көздері оның қызғылт үйі. Мен сияқты қатал батыр ғашық болып қалды ма не? Жүрегім дүрс-дүрс деп кетті ғой. Ой, сәлем, көрші. Жаңа көлігің құтты болсын, өте крутой екен. Мен үйге кіріп тәтті шай ішейін деп жатырмын, сау бол. Сәлем. Иә, шай дәмді болсын. Ой, маған сөйледі. Ол маған көрші деді. Көрдіңдер ме, достар? Ол маған күлімсіреді. Мен Брукхейвеннің ең бақытты батырымын. Енді оның жүрегін жаулауым керек. Қазір мен саған нағыз еркектің подкаты қандай болатынын көрсетемін, Ренза. Ойбай, мынау кім есікті сындырғалы жатқан? Қазір ашамын. Байқап ұрыңдаршы. Мәссаған, мынау не, полицияның кісені ме? Ал мынау ойыншық тапанша ғой. Мұны кім тастап кеткен? Мына жерде хат бар екен ғой, оқып көрейін. Құрметті қызғылт Ренза, бұл сыйлықтар сені Брукхейвеннің қорқынышты монстрлар мен зомбилерінен қорғау үшін. Мен сені әрқашан күзетемін. Сенің құпия әрі өте күшті көршіңнен. Ха. Ойбуй, менің көршім нағыз көп қой. Қандай монстр? Маған кісен мен ойыншық тапанша сыйлағаны несі? Қыздарға гүл немесе тәтті шоколад сыйламай ма? Нопа, немене өзі? Ха, жарайды, сейфті. Не болып қалды? Өрт пе? Әлде Брукхейвенге банк тонаушылары шабуыл жасады ма? Көмектесіңіздер. Бэтмен, сен есіңнен адасқансың ба? Түн ішінде мына сиренаңды өшір. Мен ұйықтағым келеді. Ертең менің мектебім бар. Ой, Ренза, кешір. Мен жай ғана саған түнде жалғыз еместігімді көрсеткім келген. Қазір өшіремін. Ойбуй, мынау нағыз кринж болды ғой. Супер батыр дейді тағы өзін. Масқара. Мен кеттім ұйықтауға, қайырлы түн, батыр мырза. Достар, менің түндегі подкатым сәтсіз болды. Ренза маған ренжіп қалды. Бірақ мен Бэтменмін ғой. Мен берілмеймін. Қыздарға сыйлық емес, батырлық ұнайды. Қазір мен ханшайымды құтқару атты құпия жоспар құрамын. Мен мына жолдың ортасына үлкен қоршау, забор қойып тұзақ құрамын. Ренза соған кептеліп қалғанда мен оны құтқарып, нағыз Бэтмен екенімді дәлелдеймін. Ля. Бүгін күн қандай тамаша. Балмұздағым қандай тәтті. Қазір паркты аралап қайтамын. Ой, мынау жолдың ортасындағы не қоршау. Ойбай, мен қысылып қалдым. Мына забор мені жібермей тұр. Көмектесіңіздерші. Құтқарыңдар. Мені мына забор жеп қояйын деп жатыр. Кім бар мұнда? Міне, менің жұлдызды сәтім келді. Нағыз супер батыр іске кіріседі. Қорықпа, Ренза. Мен сені мына зұлым қоршаудың тырнағынан құтқарамын. Жауыз забор жойыл. Кия. Мәссаған, Бэтмен. Сен кәдімгі заборды лазермен атып құрттың ба? Керемет. Сен шынымен де мені құтқардың. Сен менің батырымсың. Ой, жайшылық қой. Мен сен үшін кез келген заборды талқандаймын. Нағыз батырлар осылай жасайды. Ой. Аяғым. Лашым. Тоқтаңдар. Наруто сияқты жүгіремін деп. Ха. Керемет супер батыр жерге құлады. Саған құтқару шеңбері керек пе? Әлде өзің тұрасың ба? Ха. Сен нағыз комедиясың ғой. Мәссаған, мына жерде не болып жатыр? Кәдімгі пикник қой. Кім жасаған мұны? Ренза, тыңдашы. Мен Брукхейвендегі ең қауіпті бандиттер мен ұрыларды ұстағанмын, ешкімнен қорыққан емеспін. Бірақ, дәл қазір сенің алдыңда тұрғанда менің супер батыр тізелерім дірілдеп барады. Маған қараша, тіпті плашым да дірілдеп кетті. Хи, қызық екенсің. Ал жалғастыр. Түндегі саяси кісен, ойыншық тапанша және құлақ тұндыратын сирена үшін мені кешірші.
Мен қыздармен қалай сөйлесуді мүлдем білмеймін. Мен жай ғана саған қатты ұнағым келді. Мына гүл саған арналған. Менің супергеройлық үлкен жүрегім тек саған ғана тиесілі. Ринза, сен менің қызым боласың ба? Сенің мына қылығың өте сүйкімді, мойындаймын. Бірақ нағыз супер батырлар өз махаббатын жай ғана пикникпен немесе панчикпен тамақтандырумен дәлелдемейді. Олар мұны үлкен істермен көрсетуі керек. Мен саған бұлай оңай бірден келісе салмаймын. Ой, тағы да сәтсіздік пе? Менің супер жүрегім жараланды. Мен енді не істеймін? Батыр, бірден мұңайма. Сен Бэтменсің бе, әлде нұпсың ба? Егер сен менің шынымен де қызым болғың келсе, мен саған мүмкіндік беремін. Бірақ ол үшін сен келесі серияда менің ең қиын, ең құпия тапсырмамды орындауың керек. Құпия тапсырма? Қандай тапсырма? Мен кез келген нәрсеге дайынмын. Банк тонаушыларын ұстау керек пе? Әлде Брукхейвенді құтқару керек пе? Оны сен де, біздің көрермендер де тек келесі серияда білетін болады. Егер тапсырманы орындасаң, мен ойланып көремін. Ал қазір пицца жейік. Достар, тез арада мына видеоға лайк басып, каналға жазылыңдар. Маған сендердің көмектерің керек. Мен Рензаның құпия тапсырмасынан өте аламын ба? Мен оның жүрегін жаулаймын ба? Келесі серияны жіберіп алмаңдар. Кездескенше сау болыңдар.